Осы сабақта біз ағылшын тілінде осы шақта қолданылатын simple және continuous етістік түрімен танысып, екеуінің айырмашылығын түсінуге тырысамыз. Сонымен бастадық. Present simple деп айтып тұрғанда, бұл осы шақтағы қарапайым сөйлем түрі, ал present continuous осы шақтағы созылмалы сөйлем түрі деп аударылады. Мысал ретінде, мысалы clean деген сөзді алайық. Бұл сөздің аудармасы тазалау деп аударылады. Мысалы, I clean a house деген мысал жасайық, сөйлем жасайық. Мен үй тазалаймын деген сөйлем. Яғни бұл қарапайым сөйлем. Бірден есімдікке етістікті жалғап сөйлем жасаймыз. I clean a house. Мен үй тазалаймын. Дәл солай you ask a question деген мысал жасайық. Сен сұрайсың, сұрақ. Яғни сен сұрақ сұрайсың деген сөйлем. Енді осы екі сөйлемді біз present continuous жасап көрейік. Present continuous-тың қазақшада баламасы бар. Қазақша аудармасы былай болады. Мен үй тазалап жатырмын. Сен сұрап жатырсың деген сөйлем жасау қажет. Оны ағылшын тілінде қалай жасайды? Ағылшын тілінде оны жасау өте оңай. I немесе you немесе we немесе he, she, it деген есімдіктерге біз be деген to be деп айтады кейде be деп айтады. Be деген етістікті жіктеп жалғаймыз. Яғни be деген етістік қосымша етістік. Сосын негізгі етістікті жазамыз. Осы негізгі етістікке ing деген жалғауды жалғаймыз. Енді мына сөйлемдерді continuous жасап көрейік. Сонымен I келесі be деген етістік I мен бірге жіктелген кезде I am болады. Яғни ағылшын тілінде мына be деген етістік, мына I, you, we, he, she, it сияқты есімдіктермен жіктелгенде басқа сөзге ауысып кететін жалғыз етістік. Яғни I, be емес, I am болады. I am, сосын барып негізгі етістікті жазамыз. Бізде негізгі етістік ол clean деген етістік. Clean-ға ing деген жалғауды жалғаймыз. I am cleaning болады. Арғара сөйлемімізді жалғастырайық. I'm cleaning a house. Мен үй тазалап жатырмын. Мысалы, now деген сөзді қосайық. Мен қазір үй тазалап жатырмын деген сөйлем. Ал мына сөйлем I clean a house. Мен үй тазалаймын. Дәл солай you ask a question деген сөйлемді мына present continuous-қа алмастырайық. You, сен, арғара be етістігін жіктеп жалғау керек. Be етістігі you мен жіктелгенде you are болады. You are, сосын негізгі етістік. Негізгі етістік бізде ask. Ask, сосын ing жалғаймыз. You are asking a question. Сен сұрақ сұрап жатырсың. Ал мына сөйлемнің аудармасы сен сұрақ сұрайсың. You ask a question. Сен сұрайсың сұрақ. You are asking a question. Сен сұрақ сұрап жатырсың деп аударылады. Мысалы, келесі сөйлем жасайық. We surf. Surf деген surfing жасау дегенді білдіреді. Енді осыны қазір surfing жасап жатырмыз деген сөйлемге қалай айналдырамыз? We, сосын be етістігін жіктеп жалғау керек. We есімдігімен be етістігі we are болады. We are surf, сосын ing жалғаймыз. Surfing. We are surfing. Біз surfing жасап жатырмыз. Ал мынау біз surfing жасаймыз деген сөйлем. Жалпы мына be деген етістік I, you, we сияқты есімдіктермен жіктелгенде барлығында әртүрлі болмайды. Тек I мен бірге I am болады. You, we, they деген сөздермен are болып өзгереді. Және he, she, it деген есімдіктермен is болып өзгеретін етістік. Яғни мына be етістігін біз жіктеген кезде I am, you are, немесе we are, they are болады. Және he is, she is, it is болып өзгереді. Келесі сөйлемдер жасайық. Мысалы, they always read. Олар әрдайым, әрқашан оқиды. Мысалы, they always read novels. Олар әрдайым роман, кітаптар оқиды. Енді осы сөйлемді созылмалы шақта жасайық, яғни present continuous жасайық. They дейміз.
They'дан кейін be-ді жіктеп қосамыз, ол they are болады. They are, негізгі етістік read, және ing жалғауын жалғаймыз. ing, reading. They are reading. Сөйлемді арғара жалғастырайық. They are reading the novels of, мысалы, Қабдеш Жұмаділов. These days деп аударайық. These days деген осы күндері. Мысалы, мына сөйлемнің аудармасы олар оқып жатыр, оқып жүр деп аударсақ та болады. Қабдеш Жұмаділовтың роман кітаптарын олар осы күндері оқып жүр деп аударсақ болады. Дәл солай басқа да мысалдарды жасайық. Мысалы, we play basketball дейік. Біз баскетбол ойнаймыз. Енді ағылшын тіліндегі present continuous'та бұл сөйлемді қалай жасаймыз? Қазақшада бұл сөйлем біз баскетболды ойнап жатырмыз деген сөйлемді қалай жасаймыз? We are дейміз, яғни be етістігін жіктеп жалғаймыз. We are болады. We are. Сосын негізгі етістік play және ing жалғау керек. We are playing basketball. At this moment деген сөйлем сөзді қосайық, яғни дәл қазіргі сәтте біз баскетбол ойнап жатырмыз деген сөйлем. Ал мына сөйлем we play basketball. Біз баскетбол ойнаймыз. Мысалы, әр сейсенбі сайын біз баскетбол ойнаймыз. We play basketball every Tuesday. Ал мұнда we are playing basketball at this moment. Біз баскетбол ойнап жатырмыз дәл қазіргі сәтте деген сөйлем. Келесі сөйлем жасайық. Мысалы, she studies history. Ол тарих оқиды. She studies history. Ал ол тарих оқып жатыр. Мысалы, ол қазір университетте және тарих мамандығы бойынша оқып жатыр деген сөйлемді қалай жасаймыз? She is at university now. Мысалы, қазір ол университетте, яғни университетте оқып жүр. And she is studying history деп сөйлемді жасасақ болады. She немесе he, it деген есімдіктермен be етістігі is болып жіктеледі, яғни she is дейміз. Сосын негізгі етістікті жазамыз. ing деген жалғауды жалғаймыз. Сосын барып сөйлемді жасаймыз. She is studying history дейміз. Келесі мысал жасайық. Teenagers деген жасөспірім дегенді білдіреді. Wear киеді, interesting clothes дейік. Қызық әртүрлі киімдер киеді деген сөйлем жасайық. Енді осы күндері жасөспірімдер өте қызық киімдер киіп жүр деген сөйлемге қалай айналдырамыз? Teenagers көпше түрде, бұл сөз көпше түрде болғандықтан are деген сөзді қосамыз, яғни be етістігі жіктеліп жалғанады, яғни they деген есімдіктің орнына, олар дегеннің орнына жасөспірімдер деген сөзді қолданайық. Teenagers are, негізгі етістік wear, киеді. Осыған ing деген жалғау жалғаймыз. Teenagers are wearing interesting clothes. Осы күндері дегенді nowadays деп те аударуға болады. Осы күндері жасөспірім жігіттер мен қыздар әртүрлі неше түрлі қызық киімдерді киіп жүр деген сөйлем. Ал мына сөйлем киеді. Ал present continuous'та киіп жүр деп аударылады. Келесі мысалы, my sister eats fruit every day. Менің сіңлім күнде жеміс жидек жейді деген сөйлем. Дәл осы сөйлемді present continuous'те жасайық. Менің сіңлім, my sister, арғара be етістігін жіктеп жалғау керек. Be етістігі my sister ол she болғандықтан, яғни ол болғандықтан біз is деген be етістігін жіктеп жалғаймыз, яғни my sister is, арғара негізгі етістік it деген етістік, ing жалғаймыз. My sister is eating, мысалы, an apple now. Қазір менің сіңлім алма жеп жатыр деген сөйлем. Келесі мысал жасайық. Мысалы, most people, адамдардың көбісі use email қолданады. Мысалы, instead of writing letters,
хат жазудың орнына адамдардың көбісі email қолданады, немесе Instagram қолданады деп сөйлем жасасақ болады. Енді осы сөйлемді present continuous жасайық. Мысалы, қазақша айтқанда, адамдардың көбісі осы күндері хат жазудың орнына email қолданып жүр. Яғни қолданады емес, қолданып жүр деген сөйлемді ағылшын тілінде қалай жасаймыз? Most people, адамдардың көбісі, ары қарай be етістігін жіктеп жалғау қажет. Be етістігі көпше түрде are болып жіктеледі. Most people are, яғни they деген, олар деген сөздің орнына қолдансақ болады. Most people are use, негізгі етістікті жазамыз, сосын ing-ді қосамыз. Using, грамматикалық ережеге сәйкес, мұндай кездері и сөзі қолданылмайды, бірден using деп жалғаймыз. Most people are using email instead of writing letters. Мысалы, these days. Адамдардың көбісі осы күндері хат жазудың орнына email қолданып жүр деп сөйлемдер жасасақ болады. Келесі сөйлем, мысалы, children, балалар сағат 10-да ұйықтайды деген сөйлем жасайық. Children sleep at 10 p.m. Яғни кешкі 10-да ұйықтайды. Ал балалар қазір ұйықтап жатыр деген сөйлемді қалай жасаймыз? Мысалы, былай жасайық. Please be quiet. Тыныш жүріңдер. Өйткені балалар ұйықтап жатыр. Children көпше түрде және they сөзінің орнына қолданғандықтан be етістігі are болып жіктеледі. Children are sleeping now. Тыныш жүріңдер, өйткені балалар қазір ұйықтап жатыр деген сөйлем. Келесі сөйлем жасайық. Мысалы, Honey smiles a lot. Honey деген қыз көп күледі, яғни көп күлімсірейді деген сөйлем. Осыны ол күлімсіреп тұр, күліп тұр деген сөйлемді қалай жасаймыз? Honey is, honey she болғандықтан, яғни ол болғандықтан, be етістігі is болып жіктеледі. Яғни he, she, it пен бірге біз be етістігін is болып жіктелетінін көреміз. Is, сосын smiling дейміз, яғни ing-ді қосамыз. Is smiling now. Ол қазір күліп тұр деп сөйлемдер жасасақ болады. Келесі сөйлем, мысалы, мындай сөйлем жасайық. I think, мен ойлаймын, my friend, менің досым is rude. Менің досым дөрекі деп ойлаймын деген сөйлем жасап көрейік. Ал созылмалы шақта, яғни present continuous'та бұл сөйлемді қалай жасаймыз? Мысалы, I think my friend, мен ойлаймын, менің досым дөрекілік көрсетіп тұр деген сөзді, шынымен дөрекі болып тұр деген сөйлемді қалай жасаймыз? My friend, he немесе she, it, яғни олға келген кезде is болып жіктеледі. Be етістігін жіктеп қосамыз. My friend is, ары қарай негізгі етістік бізде мына be деген етістіктің өзі, яғни be деген негізгі етістік бізде be етістігі. Be, сосын ing қосамыз. I think my friend is being really rude деп сөйлемді жасасақ болады. Мен ойлаймын, менің досым қазір шынымен дөрекілік көрсетіп тұр деп аударуға болады. Басқа да мысалдар жасайық. Келесі сөйлем, мысалы, my aunt, менің тәтем, ағылшынша үйренеді. Learns English деген сөйлем. Ал енді менің тәтем қазір ағылшынша үйреніп жүр деген сөйлемді қалай жасаймыз? My aunt is, өйткені my aunt деген ол болады. Үшінші жақта біз білеміз is, яғни be етістігі is болып жіктеледі. My aunt is learn, ары қарай ing-ді қосамыз. My aunt is learning English nowadays. Осы күндері менің тәтем ағылшынша үйреніп жүр деген сөйлем. Ал мынау ағылшынша үйренеді деген сөйлем. Осыған ұқсас сөйлем жасайық. Мысалы, my brother, менің інім не ағам, learns to drive. Машина айдауды үйренеді деген сөйлем. Менің ағам машина айдауды үйренеді. Ал осы күндері менің ағам машина айдауды үйреніп жүр деген сөйлемді қалай жасаймыз? My brother,
үшінші шақта, яғни ол болғандықтан be етістігі is болып жүктеледі. My brother learning деп ing-ді қосамыз. Яғни менің ағам үйреніп жүр нені? To drive. Nowadays дейік. Осы күндері менің ағам машина айдауды үйреніп жүр деп сөйлемді жасаймыз. Тағы мысал жасайық. Мысалы, I leave my work in the evenings. Мен жұмыстан кешке қарай шығамын, яғни кеш уақыттары шығамын деген сөйлем. Ал осыны міне мен жұмыстан шығып жатырмын деген сөйлемді қалай жасаймыз? I ары қарай be етістігін жіктеп жалғаймыз, I am болады. Leaving деп ing-ді жалғаймыз, I am leaving my work. Мысалы, I'm just leaving my work деген сөйлем жасайық. Яғни мен қазір міне шығып жатырмын жұмыстан. Міне шыққалы жатырмын, міне шығып жатырмын. Мысалы, ары қарай I'll be home in an hour деген сөйлем жасайық. Яғни бұл келер шақтағы сөйлем, бірақ мына сөйлем түсінікті болу үшін жасаймыз. I'll be home in an hour. Үйде бір сағаттан кейін боламын. Яғни мен жұмыстан міне шығып жатырмын, үйде бір сағатта боламын. Ал мынау мен жұмыстан кешкі уақыттары шығамын, мынау шығып жатырмын деген сөйлем болады. Сонымен біз осы сабақта present simple және present continuous етістік түрлері бойынша мысалдар жасадық. Present continuous, яғни осы шақтағы созылмалы етістік түрінде жалпы сөйлемдер қазіргі уақытқа, осы күнгі уақытқа байланысты сөйлемдер, яғни мен қазір жасап жатырмын, жасап жүрмін деп айту үшін қолданылса, мына қарапайым present simple шағындағы сөйлем мен жалпы тазалаймын, сен сұрайсың, олар оқиды деген сөйлемдерді, жалпылама сөйлемдерді айту үшін қолданылады. Сонымен біз осы сабақта екеуінің айырмашылығын түсініп, мысалдарды жасап үйрендік.